Достар, бәріңе сәлем. Сіз онлайн-банк қосымшасында қызметкерлер үшін зейнетақы, әлеуметтік және медициналық аударымдарды оңай және тез төлеуге болатындығын білдіңіз бе? Мұны қалай жасауға болатынын біз сізге нұсқаулықта айтамыз. Бастау үшін экранның төменгі жағындағы құру батырмасын басыңыз. Егер сіз зейнетақы аударымдарын төлегіңіз келсе, зейнетақы төлемі батырмасын басыңыз. Төлем ерекшеліктерінде аударым түрін, яғни төлем мақсатын көрсетіңіз. Бұл экранда сонымен қатар жоғарғы оң жақ бұрыштағы ай батырмасын басу арқылы қосымша ақпаратпен танысуға болады. Төлем түрін таңдаңыз: жарна немесе өсімақы. Егер қызметкерлер тізімі бос болса, құру батырмасын басу арқылы жаңаларын қосыңыз. Қызметкердің ЖСН-ін толтырыңыз. Аты жөні автоматты түрде жүктеледі. Кезеңді көрсетіңіз. Егер кезең бірнеше ай болса, әрқайсысы бойынша сомасын толтырыңыз. Ары қарай сақтау батырмасын басыңыз. Қызметкер қосылды. Аты жөнінің жанына белгі қойып, таңдау батырмасын басыңыз. Төлем деректері дұрыс болса, қол қою батырмасын басыңыз. Төлемді растаңыз. Дайын. Төлем ерекшеліктерімен сіз операцияларды таныса аласыз. Сол сияқты сіз әлеуметтік төлем немесе медициналық сақтандыру төлемін жасай аласыз. Ол үшін негізгі мәзірден тиісті төлем түрін таңдау керек.